Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін мен сіздерге осындай натуральный жемчугтан алқа жасауды үйретемін. Жарты жағы цеп, бізде жарты жағы жемчуг болады. Және осы цеппен, бұл цеп бізде 20 сантиметр. Осы цеппен бірдей қылып біз осындай әдемі перламутрдың кулонымен біз сырға жасайтын боламыз. Ой, алқа жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар цеп аламыз, қандай болса да бола береді. Тура осындай ма, басқалай ма, цептердің атаулары болмайды. Енді кейбіреуінің ғана атаулары болмаса, көбісінің атауы болмайды. Осындай цеп аласыздар 20 сантиметрлі, осындай натуральный жемчуг аласыздар. Бұл бізде рис жемчуг 5-ші, 6-ші немесе 6-ші, 7-ші размердегі. Енді өздеріңіз білсеңіздер болады, қандай болса жарай береді. Және осындай кулон қолданамыз. Енді сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі пайдалана берсеңіздер болады. Кулонмен набор қылып, мысалы, браслет қылып жасайсыз ба, сырға қылып жасайсыз ба? Ол енді өздеріңіз білесіздер, мен осындай кулон қолданамын. Менде перламутр бұл, домалақ кулон. Және де осындай тоже перламутрмен менде тогл застежка қолданамын. Және екі кремп қолданамын, осындай one touch кремп. Екі кремп, екі протектор қолданамын. Протектор усилитель троса дейді, тросты қажырмау үшін қолданамыз. Және де екі түрлі размердегі біз колечке қолданатын боламыз. Біреу үлкенірек, біреусі кішкентайымыз орташалау. Және де межбус ретінде шарики қолдансаңыздар болады, әртүрлі бола береді, қандай болса да. Мен осы жерде межбус ретінде осындай кішкентай кремпті қолданатын боламын орнына. Және де бізге керекті заттар осындай инструменттер керек. Инструментсіз әрине алқа жасалынбайды. Және трос қажет. Менде ювелирный трос, осындай корейский, менде сары түстісі. Сары алқа жасайтын болғандықтан осындай сары түсті трос қолданамын. Енді біз осы тросымызды осыншалықты қиып аламыз, артығымен қатты ұзын қылмай, кішкене осы цептен асса болды екі жағы. Енді осы жемчугіміздің тек жартысын ғана қолданатын боламыз. Жартысын алып тастаймыз. Ең бірінші бас жағымызды бекітіп аламыз. Бас жағын бекіту үшін біз кремпті аламыз, монтажды кремпті алып, екінші жағына осы қиып алайық. Протекторымызды өткіземіз. Бірінші жағын өткізіп алдыңыздар, екінші протекторымызды өткіземіз. Негізі протектор маңызды емес, қолданбай қойсаңыздар да болады, протекторсыз де болады. Тек бұл трос қажамас үшін ғана қолданылады. Протиретіп кетпесе болды тросты. Және осылай алып, енді арнайы плоскогубцпен алып бекітеміз. Міне, бекітті, қатты мұжамыз, сонда бекітіледі. Қарасаңыздар, бекітілді. Міне, осы жаға кіру керек. Сонда осы жағынан мұжастар. Енді біз екі жемчугті өткізіп, бір межбусы саласыздар, шарики екінші размерде болу керек. Кішірек болса, ол әдемі көрінеді. Содан кейін тағы бір осындай жемчуг өткізіп, мына жағынан тағы бір осы межбусымызды өткіземіз. Міне, артық тросты өстіп жемчугіміздің арасына өткізіп аламыз. Міне. Енді екі жемчуг, бір межбусы, тағы бір жемчуг өткіземіз да, тағы бір межбусымызды өткіземіз. Міне, сонда осындай болу керек. Енді сіздер тіпті бұлай болмаса да болады, енді тіпті өткізбей қойсаңыздар да болады, осы межбусыларды сіз жасауға болады. Негізі межбусылармен өте әдемі көрінеді. Сол үшін де мен көбінесе қолданамын. Енді екі жемчуг, арасына бір межбусы салып, бір жемчуг. Межбусылардың да түрлері өте көп. Енді өздеріңіз талғамдарыңызға қарай таңдап алуға болады. Міне, жақыннан көрсетейін. Және бұл өткізген осы жемчугтарымыз мына цеппен бірдей болу қажет. Цептен ұзын немесе қысқа болмау қажет, екеуі бірдей болу керек. Бұл алқалар қазіргі біздің трендтегі 2021, 22, 23 жылғы әзіргі трендтен кеткен жоқ. Бұл алқалар натуральный тастармен жасалынатын алқалар. Енді дизайнын өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Өз талғамдарыңызға қарай ойлап табасыздар. Тура осылай жасасаңыздар да болады.
және де менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне осы цепті бүйтіп қоямыз. Осы цептің бойымен бірдей болу қажет. Міне әлі бар. Осылай енді өздеріңіз қалауларыңызша жартысын цеппен или полный осындай жемчугпен жасауға да болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Міне қарасаңыздар, цеппен бірдей болды. Артық меж болса салып тастаймыз. Оның орнына біз кремпімізді саламыз. Енді бекітеміз кремпімізді. Артынан протекторымызды өткіземіз. Өткіздік. Енді мына артық осы тросты бұлай цептің бойымен өткізіп тастасаңыздар да болады. Шunu söyleyeyim aldık. Kaçma kayıp. Міне мына жағынан шықты. Бұлай тартып отырасыздар оны. Осындай инструментпен осылай тартып отырасыздар. Осы жерден қия салуға да болады мына тросты, или бұлай мына жаққа шейін өткізіп жіберсе де болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Енді қазір мен кішкене жартысына шейін өткізіп көрейін. Өткізілсе. Негізі бұл трос қиылмайды. Енді әдейі қайшымен қимаса, былай мықты өте қиылмайды. Енді мына жерге шейін кішкене өткіздім. Енді осы жерден біз қиып тастаймыз. Мен қиып тастадым. Міне. Енді біз мына жерді бекітеміз. Жаңа кремпті арнайы крем қыстыратын негізі инструмент те бар. Менікі плоскогубс. Осы инструменттерді осы фурнитура сататын жерден алсаңыздар болады. Сол жерде сатылатын болады. Фурнитура сататын жерде. Енді біз осы немен цеппен өлшейміз екеуін. Міне. Бірдей болып тұр. Цеппен өлшегенде. Енді біз бас жағын осындай үлкенірек колечкиді алып, жанына қарай жылжытып ашып, осы жартысын цеппен осылай бекітетін боламыз. Кейбіреулер негізі арасына застежка салып жатады. Енді біз застежканы салмаймыз. Осындай колечкимен. Міне. Екі инструментпен екі жағынан ұстайсыздар да. Міне. Бекітілді. Қарасаңыздар. Міне, мына жағы дайын. Енді осылай 9 застежкамыз осылай сатылады. Енді біз осы колечкені қазір ашып аламыз. Міне. Екі инструментпен бүйтіп жанына қарай жылжытасыздар. Міне. Бір жағын аласыздар. Енді мынау моншақ тұрған жағын, жемчуг тұрған жағын алып саласыздар да, сразу инструментпен қайдан осылай орнына қарай жылжытып бекітесіздер. Міне. Міне. Енді жаңа тағы бір колечкеміз керек дедік. Осы колечкемізді аламыз, жанына жылжытып ашамыз. Жартысын осылай цепке өткіземіз. Цептің бір жағына өткіземіз. Енді тоғылымыздың екінші жағына өткіземіз. Өткіздік. Енді инструментпен екі жағынан ұстап бекітеміз. Бұл менде кішкентай колечки. Ашып, кішкене бұдан сәл үлкендеу колечкиді қазір аламыз. Міне менде осындай сәл үлкендеу колечки бар екен. Мынау 4-ші размердегі колечки. Осылай аламыз. Цепімізді өткіземіз, бір жағына, тоғылдың екінші жағына өткіземіз. И арнайы инструментпен бекітеміз. Міне, бекіттік. Егер мына жақ кішкене ашық қалып жатса, онда кішкене былай қысып жіберуге де болады. Осылай болады. Енді біз клонымызды қалай тағамыз? Клонымыздың өзі осындай ілетін жері болады. Енді арт жағында міне ашатын жері болады. Соны инструментпен алып, ашып мына жағына тартсаңыздар.
ұстауға ыңғайсыз болып жатыр қазір. Немесе ашылмай жатса, мынадай инструментті алып, мына жағынан ұстаймыз. Ұстап, тартамыз былай қарай. Міне, сәл кішкене ашылды. Енді міне, тағы аштым, міне ашылды. Енді мына кулонымызды алып, былай шығарып аламыз. Шығарып алдым. Енді бірінші біз тоғылымыздың мына жағынан салып аламыз. Былай, теріс жағынан саламыз. Салдық. Былай айналдырған кезде, мынау алдына қарай келу керек, мынау арт жағында тұру керек. Енді қайтадан кулонымызды саламыз. Енді бекітеміз. Жаңа қалай аштық, кішкене былай бекіткенде қысамыз. Міне, қыстық, бекіттік. Міне кулоны. Енді тоғылымызды жабамыз. Жаптық. Осымен алқамыз дайын. Міне осындай әдемі алқа шықты. Бұл наборда бізде осындай сырға болады. Міне, осындай сырға. Бұл сырғаның видеосын мен алдыңғы видеода көрсеттім. Мынау сол сырғаның алқасы болып кетеді. Міне. Бұл бізде натуральный жемчугтан жасалынған қазіргі трендтегі алқа осындай әдемі.